Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздерге американский панкейкидің оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Жасау үшін алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне қантты салып, венчикпен жақсылап көпіргенше араластырып аламыз, дәл видеодағыдай. Енді өзіңіз көз мөлшерімен шым-шым тұз саласыздар. Үстіне 2 ас қасық сұйық май және сүтті құйып жақсылап тағы да араластырып аламыз. Сосын оның үстіне разрыхлитель салып, екеуін бірге араластырып барып сұйық массамызға қосамыз. Онда осы сұйық массамыздың ішіне шамамен 3-4 бөлікке бөліп салып отырамыз. Осылай әрқайсысын салған сайын араластырып, бізде осылай қою консистенция пайда болады. Осылай қызып тұрған сковородкаға қасықпен май жақпай, мүлде майсыз, осылай қасықпен салып пісіріп аламыз. Беті кішкене көпіршік шығып, шыққан кезде ол пісті дегенді білдіреді. Сол кезде екінші бетіне аударып аламыз. Осылай біздің панкейктеріміз дайын болды. Сіздерге ұнаса каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.